Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен мерекелік салаттың рецептін көрсетемін. Ең алдымен бізге қажетті заттар картоп, сәбіз және шұжық, жұмыртқа және тұздалған қияр, сосын бізге бандуэлла горохы қажет болады. Достар, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Достарыңызға таратып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ең алдымен біз салатымызға шұжықты ұсақтап турап аламыз. Сосын жұмыртқамызды да қайнатып аламыз. Қайнаған жұмыртқаны оны да ұсақтап, көбіктап тураймыз. Сосын сәбізімізді де көбіктап ұсақтап турап аламыз. Картопты да дәл солай көбіктап ұсақтап тураймыз. Достар, сіздерге бір лайфхак айтайын. Қайнаған картошканы егерде тоңазытқышта 1 сағаттай ұстасаңыздар, картоп қатып, бір-біріне жабыспай, әдемі болып, дана-дана болып туралады екен. Тұздалған қиярды да дәл солай ұсақтап тураймыз. Барлығын турап болған соң, үстіне бандуэлла горохын салып, сосын майонезді қосып, жақсылап араластырасыздар.
Міне достар, мерекелік салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді болып шығады, барлығына ұнайтын салат. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің арнамды қолдап, лайк басып, достарыңызға таратып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.